Қазақстанда әрбір 3 отбасының екеуінде несие бар. Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Кредит алу керек еді. Бұл сөз қазақстандық отбасылардың ішінде көп айтылып жүрау. Қоғамдық саясат институты зерттеу жүргізді. Жалпы несиелер бойынша қарыз сомасы 20 триллион теңгеге жуық. Ең қызығы, несие алуға асыққандардың саны былтырғыдан көп. Биыл 1-тоқсанда халық 901,8 миллиард теңге несие алса, өткен жылы дәл осы уақыт аралығында 479 миллиард болған. 2 есе шамасында деуге болады. Басым бөлігі шағын несиелер. Қарыз 1,4 триллион. Осылайша қазақстандықтар түрлі қаржы ұйымдарына 19,8 триллион теңге қарыз. Ал сіздің отбасыңызда несие сөзі қаншалықты жиі айтылады? Араларыңызда мүлдем қарыз алып көрмеген азаматтар бар ма? Ақпараттың толық нұсқасы